Қайырлы күн. Қалайсыздар? Кеше прямой эфир жасауым керек болған. Прямой эфир кеше болмай қалды. Кеше бала күні бойы жылап, мазасы келіп тұр. Мен істен қойдым, кажется. Қазір кішкене ұйықтап жатқанда шығайын деп отырмын. Так, незапланированный эфир. Просто отырып, аяқ астынан шығайын дедім. Так, бізде қазір мен алдында дайындап қойған плакаттар бар. Если что, сол плакаттармен нетейін, разбор жасайық кішкене. Так, қазір көрейінші сол плакаттарды. Ана жолы біз керемет не өткенбіз. Так, мынандай бір плакат бар. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Так, мынандай бізде плакат бар Сюцайда. Так, бұл жерде жалпы адамда үш түрлі состояние болады, үш түрлі эгоның состояниясы болады. Эго безразличие, то есть немқұрайлы эго, эго страдающий, дағдарысқа түскен эго, және де эго счастье, эго ищет счастье, то есть бақыт іздеуші эго. Осылай үш түрлі эго бар адамда. Бақыт іздеуші эго ол кезде адамда арман болады, мақсат болады, бір нәрсеге жеткісі келеді, армандайды. Ал эго страдающийда адамдар көбінесе мақсатына жете алмағанда, арманына жете алмаған кезде, көп ожидание жасаған кезде эго страдающийға кетеді, когда ничего не получается. Осы эго страдающийда жүреді, көп адамдар осы эго страдающийда жүреді. Сол эго страдающийда жүрген кезде көбінесе осы консультацияға келеді маған. Бұл эго страдающийға барлығымызда түсеміз. Постоянно, әрдайым түсіп тұрамыз. Мен де түсіп тұрам бұл эго страдающийға, эго безразличияға да түсіп тұрам. Және қараңыздар, мына жерде жазылған, қараңыздар, жалпы әр адамның өзінің келіспеушіліктері бар, әр сана-санның өзінің келіспеушіліктері бар. Бізде 9 сана-саны бар. Мысалға, қандай сана-саны бар бізде? Бірлік бар, екілік бар, үштік, төрттік, бестік, алтылық, жетілік, сегіздік, тоғыздықтар бар. Мысалға, бізде осы несогласиялар болған кезде де біз осы эго безразличияға немесе эго страдающийға кетеміз. Бізде қандай несогласиялар бар жалпы? Қараңыздар, бірліктерде от эгоизма болады. Несогласие от эгоизма. То есть олар өз айтқанын істегісі келеді, бірліктер. Мысалға, әйелі бірлік болатын болса, күйеуі басқа сана-саны болатын болса, мысалға, әйелі мен осылай жасайын дейді, күйеуі оған келіспейді деген сияқты. Сол кезде несогласие, яғни келіспеушілік туындайды отбасында. Бұл жерде бірлік от эгоизма, өзін ойлап қалғандықтан келіспейді. По-моему болу керек дейді. Осындай кезде жаңағыдай келіспеушіліктер туындайды адамда. Одан кейін екіліктер от непонимания. Екілік адамдар, олар әрдайым түсінгісі келеді. Түсінбегендіктен олар несогласияға түседі, от непонимания, түсінбейді. Көбінесе түсін алмай қиналады. Үштіктер от справедливости. Олар барлығы справедливо болса екен деп ойлайды, барлығы тең болса екен деп ойлайды. Жаңағыдай, бұл жерде несправедливый отношение көретін болса, олардың сол жерде келіспеушіліктер туындайды. То есть бұл әр сана-санның өзінің келіспеушілігі, өзінің моралі деп айтсақ болады. Төрттіктердікі от честности, от нечестности. То есть төрттік адам ол честності қалайды, ол шындықты қалайды. Одан кейін бестіктер бізде бұл жерде бестіктер бізде жаңағыдай логиканың адамдары, бұл жерде нелогично дейді, нелогично, қисынсыз деп жаңағыдай белгілі бір нәрселерге
мынау қисынсыз немесе неправильно дейді. Сен дұрыс жасаған жоқсың, бұрыс жасап отырсың деген несогласиялар бар. Олар үшін барлық нәрсе правильно болу керек. Одан кейінгі алтылықтар некомфортно. Алтылықтар әрдайым комфорт іздейді, жайлылықты іздейді. Мысалға, екі адам, мысалға алтылық пен сегіздік, мысалға бір шетелге барды делік, шетелге барған кезде отель жалдайды. Ол отель жаңағыдай сегіздік жалдаған болады. Мысалға, сегіздік жалдап қойды, практичный, барлығы бар, там душ ваннасы бар, барлығы істеп тұр, сондай да. Бірақ енді сондай қымбат емес, арзандау сондай отельді алады мысалға да. Содан кейін мысалға шестерка барады, алтылық. Оған ол отель ұнамайды. Себебі оған ол жерде ұйықтау некомфортно, как можно здесь спать дейді. Мынау не, мынау постельді де бір түрлі, жаңағыдай ваннасы да бір түрлі екен деген сияқты өзінің несогласияларын айтады. Өйткені алтылық адам ол шестерка жаңағыдай сервисті қалайды. Комфортный условия, приятный, красивый условияны қалайды. Ал сегіздікке барлығы бәрібір да, оған главный ұйықтайтын жер болса болды. Вот. Осындай сол жерде несогласиялар туындайды. Одан кейін жетіліктер от непризнания, ол жерде жетілік адам әрдайым өзіне признание іздейді. То есть жетіліктер әрдайым мені мақтаса екен деп ойлайды. Сәлеметсіз бе, Мақпал ханым, қош келдіңіз эфирға. Енді өздеріңіз туған күндеріңізді жаза отырыңыздар, если что, бұл жерде қандай саны бар екен көріп отырып. Так, сегіздіктер енді ол жаңағыдай от результата, результат болмағаннан бұлар келіспеушіліктері сол жерден туындайды. Мысалға, жұмыс жасайды, ол жерден ешқандай результат болмаса, ол келіспейді да, ол жұмыс орнында істемей кетіп қалады дегендей. Вот, от нерезультативности. Енді тоғыздықтар от несправедливого отношения к себе. То есть өзіне деген әділетсіз қарым-қатынасты көтере алмайды. Вот осы жерде келіспеушіліктер туындайды. Мысалға, жаңағыдай мемлекеттік қызметте істейтін адам деп алайық, ол жаңағыдай пахат етіп жұмыс жасайды, бірақ оның мемлекеттік қызметте ешкім оны оценивать етіп жатқан жоқ, оған ешкім грамота беріп жатқан жоқ, оған ешкім жаңағыдай благодарственный письмо жасап жатқан жоқ, оған ешкім премия бермей жатыр да. Сол кезде не істейді адам? Маған мен қаншама пахат етіп жұмыс жасап жатырмын, бірақ ешқандай осыдан бір мақтау алған жоқпын, ешқандай деген сияқты тоже жаңағыдай өзіне деген әділетсіз қарым-қатынасты көреді, сол кезде оның келіспеушіліктер туындайды. Мысалға, былай болады, мемлекеттік қызметтерде мен өзім істегеннен кейін енді айта аламын да. Мысалы, мен өзім істегенде де жаңағыдай нечестно дейді, менің моралім тоже нечестно дейді. Ол жерде мысалға мынандай адамдар істейді, жаңағыдай бастыққа жақын жүреді да, жаңағыдай қонаққа шақырып деген сияқты. Сондай қонаққа шақыратын, сондай бір адамдарды жақсы көреді ғой енді бастықтар. Ондай адамдарға көп жұмыс бермейді. Ал пахат ететін адамдарға жұмысты көп беріп қояды да. Ал енді пахат ететін адамға бермейді, когда бір премия беретін кезде, немесе там бір благодарственный письмо, сондай бір нәрсе беретін кезде, ондай адамға бермейді да. Именно пахат етіп жұмыс жасап жүрген адамға бермейді, именно қонақ шақырған адамдарға береді. Міне осындай кезде жаңағыдай несправедливое отношение көреді, мысалға тоғыздықтар. Вот. Осылай несогласиялар туындайды жалпы, бұл кез келген санасанның өзінің моралі бар. Осы мораль арқылы біз жаңағыдай оның не нәрсеге келіспей тұрғанын бірден түсіне аламыз. Енді қараңыздар, мына жерде адам және де несовпадение вида деятельности дейді. Бұл жерде қараңыздар, несовпадение вида деятельности болған кезде, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Айкен Зарина дейма. Сәлеметсіз бе. Бұл жерде несовпадение деятельности,
адам өзінің профориентациясында болмаса, яғни өзінің саласында, өзінің мамандығында болмаса, ол всегда выгорать етеді. Ол всегда моральға түседі. Мораль деген осы келіспеушіліктер. Ол осы келіспеушіліктермен страдать етеді жұмысында. Ол жұмыста бақытты бола алмайды. Ол жұмысты кайфовать етіп жұмыс жасай алмайды. Онда әрдайым несогласие болады. Әрдайым келіспеушіліктер пайда болады. Мысалға, мен өзім мемлекеттік қызметте істедім. Менде мысалға осындай келіспеушіліктерді мен көрдім. Кім побольше қонаққа шақырып, акаку, сакаку болып жүреді, вот сол адамдар ылғи грамота алады, сол адамдар ылғи премия алады. Ал мен как лошадь должна пахать. Өзімнің жұмысымды істеуім керек, еще тағы да жұмыстан шығып кеткен адамның жұмысын жасауым керек дегендей. Сондай нәрселерді мен көрдім негізді. Вот осы жерде, мысалға, ол адам өзі предназначениясы бойынша, яғни өзінің профориентациясы бойынша болмаса, ол жерде мне мораль ойнайды. Моральный человек. Осы келіспеушіліктер пайда болады. Это же нечестно деген. Это же несправедливо деген сияқты, несправедливое отношение ко мне деген сияқты. Ешқандай результат жоқ мен пахать еткеннен деген сияқты осындай келіспеушіліктерге туындайды. Осындай келіспеушіліктер туғанда, жаңағыдай сен өзінің орныңда, өзінің предназначениеңда жұмыс жасамайтын болсаң, сенде уже не болады мына жерде? Мына таблицада конкретно жазылған мына жерде отсутствие энергии. Уже энергияң таусылады бұл жерде. Прана, энергия уже жүрмейді бұл жерде. Отсутствие эффективности. Уже одан кейін сен уже қарсыласа бастайсың начальствомен, мысалға протестуешь, қарсыласа бастайсың. Претензияң кете бастайды, доказывать ете бастайсың. Ана кісі мынаны жасаған жоқ, ал мен болсам қаншама жұмыс жасап пахать етіп жатырмын деп доказывать ете бастайсың. Надеешься, ждешь, что они тебя поймут, что сені түсініп, саған бір премия беретін шығар деген сияқты ойлайсың, мысалға да. Одан кейін уже, когда уже надежда жоқ, уже сенде эгоцентризм қосылады уже. То есть менмендікке салынасың уже. Одан кейін басқа адамдарға енді береді ғой, пахать етпейтін, жаңағыдай, оны қонаққа шақыратын адамдарға премия беріп жатқан кезде сенде уже зависть пайда бола бастайды. Одан кейін сен уже вообще ештеңке істегің келмей қалады. Нет действий уже. Ой, қойшы құрсыншы дейсің. Уже сенде ашу пайда болады. Мына жерде барлығы көрсетіліп тұр міне. Ашу пайда болады. Қайғы, страх, депрессияға түсіп кетуі мүмкін. Осындай міне состояние сені неге алып келеді? Эго безразличияға алып келеді. Мына жердегі состояние, где ты протестуешь, где ты доказываешь что-то, где ты күресесің ол адаммен, начальствомен, например. Это все эго-страдающие. Эго-страдающие бұл жерде. Сенің нәпсің уже азап шегіп жатыр бұл жерде. Ал енді, когда тебе ничего не надо, уже саған вообще безразлично, ол кезде уже немқұрайлы эгоға түсесің. Ол кезде уже сен глубокий депрессиядасың. Ал депрессия неге алып келеді? Депрессия ол ауруға алып келеді. Ауру, конечно, әр санасының өзінің аурулары бар. Сондықтан да, және де мына немқұрайлы эгода уже адамда ешқандай мақсат жоқ, уже арман жоқ. Арман мен мақсат только эго ищет счастьеда болады. Енді мен келесі таблицаны көрсетейін. Жаңағы депрессиядан кейін не болады? Депрессиядан кейін ауру болады дедік. Енді қандай аурулар болады жалпы? Оны қазір көрсетейін. Так, міне. Мынау кішкене қатты көрінбейді екен сіздерге. Дұрыс көрінбей қалған ғой қазір. Так, алыстан екен, дұрыс көрінбей тұр. Дұрыс көрінбей қалыпты. Алыстан көрініп тұр екен мына жерде. Жалпы мына жерде әр санасының өзінің аурулары бар. Мен қазір оны былай айтайын. Так, не бірліктерде қандай болады? Бірліктерде желудок, то есть бірліктер дегеніміз бірі, оны
19 және 28 күн туғандарды бірліктер дейміз, иә. Бұлардың аурулары қандай болады? Депрессияға, немқұрайлы состоянияға түскен кездегі желудок, желчь болады, кровоизлияние в мозг дейді, и сердце. То есть инсульт болады көбінесе. Так, мында қазақшасы жоқ қой деймін менде орысшасы ғой деймін бұл жерде. Жоқ, қазақшасы бар, қазақшасын айтайын. Міне, асқазан, біріншісі асқазан, қан құйылу еді жаңағы не ғой, инсульт, ақаулары, өт, жүрек аурулары, бірліктердің аурулары, екіліктер, 2-сі, 20-сы, 11-і және қай күн еді? Екіліктер, 2-сі, 11-і, 20-сы күн туғандар, иә. Екіліктер болып табылады. Оларда міне туберкулез, сал ауруы, қатерлі ісік, асқазан. Сонымен қатар екіліктерде жаңағыдай мұрын, жаңағыдай болады ғой, атит, мұрын деген сияқты сондайларда болады. 3 бауыр, үштіктердің ауруы, бауыр, артрит, асқазан, ұйқы безі. Үштіктер деген кімдер? 3-і, 30-і, 21-і күндер туғандар, 12-сі күн туғандарды үштіктер дейміз. Бұлар көбінесе артрит, асқазан, ұйқы безі, бауыр. Төрттіктер, енді 4-і, 13-і, 22-сі және 31 күн туғандарды төрттіктер дейміз. Бұларда қатерлі ісік, жүйке аурулары, несеп жыныс жүйесі, спид, белгісіз аурулар. Көбінесе белгісіз аурулар болады. Бестіктер, енді 5-і, 14-і және 23 күн туғандар. Бұларда демікпе, бүйрек ауруы, ас қорыту, күйінші жүйкенің тозуы, есінен ауысу. Осындайлар болады. Алтылықтарда 6-сы, 15-і, 24 күн туғандар, алтылықтар. Бұларда бүйрек ауруы, сусамыр, диабет, подагра, ұйқы безі, гинекология. Жалпы мына алтылықтарда самый главный орган ол несеп жыныс органдары. Несеп жыныс органдарына аса назар аударып жүру керек всегда. Гинекология, ол ер адам болсын, әйел адам болсын, гинекология жағынан немесе жаңағы ұлдарды қарайтын врачты кім деп айтып жүреді. Сол кісіге қаралып отыру керек, сондай дәрігерге. Мысалға мен алтылық, менің бір тусымыз бар деп айтайын, алтылық. Сол кісіде бүйрек ауруы да бар, диабет те бар. И подагра жоқ аяғында, но аяғы ауырады. Көбінесе алтылықтардың аяғы ауырады. Және мен өзім туған ағам бар, онда осы подагра бар. Одан кейін жетіліктердің ауруы. Жетіліктер буын ауруы, жүйке, деменция, то есть памятпен проблема, түнгі қорқыныштар болады, алапес, немесе белгісіз аурулар тоже. 8-зіктер, жетіліктерді айттық, жетіліктер дегеніміз 7-сі күн туғандар, 16-сы и 25-сі күн туғандар. 8-зіктер енді 8-і, 17-сі және де 26-сы күні туғандарды 8-зіктер дейміз. Бұл кісілерде құлақ ауруы, мылқаулық, сары ауру, есінен ауысу, демікпе, инсульт. Демікпе дегеніміз астма ғой, по-моему. Менің бір танысым бар, осында. Ол кісіде осы астма. Қазір астмамен ауырып жүрмін. Астма. Ал енді мен күйеуім тоже 8-дік, всегда құлақ ауырады. Тура осы аурулар. Вот. Базарятка. Сейчас еще. Кешірім сұрайын. Так, енді тоғыздықтар. Тоғыздықтар дегеніміз 9-ы,
9-ы, 18-ы және қай күн еді олардікі? 9-ы, 18-ы туғандар, иә? Қазір 9-ы, 18-і, 27-сі күн туғандар, 9-дықтар бізде. Бұларда есек жем. Есек жем деген қазір орысшасын айтайын, сіздерге понятно болу үшін. Қазақшасы непонятно. Экзема екен ғой, есек жем деген. Экзема болады 9-дықтарда. Кровь инфекции дейді. Чума, язва, печень, нос, паранойя. Көбінесе осы 9-дықтарда паранойя ғой. Өздерінен өздері қорқып жүреді бір нәрседен. Өздерінен өздері бір нәрсені придумать етіп алады. Жоқ нәрсені придумать етіп алады. Паранойя ғой, паранойя деген осы. Көбінесе паранойя кездеседі. Либо мынандай болады даже. Либо мені жамандады деген паранойялары болады. Бір кісіні, мысалға туған туыстарын, мына кісі мені жамандады точно деген секілді өзінен өзі құрастырып алады, сондай бір паранойя. Либо өз қорқыныштарды құрастырып алады. Анаған бүйтіп қалуы мүмкін, анаған сөйтіп қалуы мүмкін деген сияқты. Вот. Осындай аурулар. Яғни бұл аурулар, жаңа айттым, депрессия кезінде. Жалпы бізде адамда эмоциялар 9 түрлі эмоция бар. Ең главный жалпысы эмоция деген өте көп қой, әртүрлі эмоциялар, бірақ ең жаңағыдай негізгі эмоцияларды айтып кетейін. Ең негізгі эмоциялар ол жаңағыдай осы эмоциялар. Жағымды 4 эмоция бар, жағымсыз 4 эмоция бар, және бір эмоция батылдық деген эмоция, ол бейтарап эмоция болып саналады. То есть нейтральный эмоция. Не үшін ол нейтральный? Оны қазір айтамын. Ең бірінші жағымды эмоцияларға айтып тоқталайық. Жағымды эмоция ол удивление. Вот, Диана, привет. То есть таңғалу эмоциясы ол жағымды эмоция. Одан кейінгісі покой, сабыр. Сабыр ол жағымды эмоция, позитивная эмоция. Одан кейінгісі радость и любовь. Это тоже позитивная эмоция. То есть жағымды эмоция болып есептеледі. Осы жағымды эмоцияларда жалпы адамда высокий вибрация болады. Жағымды эмоцияда сені армандарың орындалады. Ал жағымсыз эмоциялар, олар, то есть негативный эмоциялар, төменгі эмоция, вибрациясы да төмен, бұл скорбь, страх, гнев, депрессия. То есть қайғы, түңілу, ашу-ыза және депрессия. Бұл жағымсыз эмоциялар болып табылады. Осы жағымсыз эмоциялар біздің организміміздегі 5 элементті дисбалансқа келтіреді. Бізде жалпы адамда 5 элемент болады. Сол 5 элемент, мысалға біз мынандай стихиялардан алып, элемент немесе стихия деп айтады бұны. Ветер, огонь, вода и земля. Біз осыдан тұрамыз. Және эфир. Мысалға бізде депрессия көбейген кезде біздің землямыз көбейіп кетеді. То есть жеріміз көбейіп кетеді. Негізі, на самом деле, жер адамда 12%. Сол көбейіп кетеді. Одан кейін бізде вода 70% бар, адам бойында. Суды енді естіген шығарсыздар, что адамның бойында 70% судан тұрамыз. Ол бізде одан кейін огонь, то есть огонь біз оттан тұрамыз 4%, жел, ветер 6% және эфир 8%. Міне осы стихиялардан, осы элементтерден тұрамыз. Біздің мысалға бізде радость, отвага немесе гнев болған кезде бізде огонь көбейеді. Огонь. Бізде махаббат болған кезде адам, когда влюбляется, ол вода – это любовь. Любовь – это вода. Ал депрессия – ол земля. Земля көбейіп кетеді ол кезде. Ал енді удивление и покой, адам таң қалатын болса, мынандай деп таң қалып сөйтіп жүрсе, и адам сабырлықта болған кезде оның эфирі көбейеді. Эфирное поле дейді ғой. Эфирное поле. Эфирное поле көбейген кезде, мына жерде
адамның армандары орындалады. Адамға күшті инсайттар келеді. Не ойлайды, сол болады. Сондықтан да біз всегда жағымды эмоцияда жүрген біз үшін тиімді. Ал жағымсыз эмоцияда жүру біз үшін тиімсіз. Себебі жағымсыз эмоцияда ешқандай арманың да орындалмайды. Ол тек ауруға әкеледі. Сондықтан жағымды эмоцияда жүру, позитивта жүру біз үшін өте тиімді. Енді отвага. Батылдық әртүрлі болады. Батылдық, мысалға сен бір этаждан бір бала құлап бара жатқан кезде көмектесетін болсаң, мысалға, ол отвага, ол позитивный отвага. То есть сен баланы құтқару үшін солай еттің, да? Ал кейде мынандай отвага болады, когда сен просто признание хочешь. Сенің ниетің сондай бір ниетің дұрыс емес, та, ниетің таза емес ол жерде. Просто айту мынандай болады ғой, либо мынандай отвага болады ғой, когда сен бір адамды ұрып тастайсың, да. Саған бір какой-то сөздерді айтты, саған ұнамайтын, сен арасына оны ұрып тастайсың, да, батылдығыңды қосып, мысалға. Это уже не позитивный отвага, это уже негативный отвага, потому что сен оны жек көру арқылы, ашулану арқылы отважный действие жасап отырсың, да. Вот, осы жерде екі түрлі жағындай не бар, разница бар. Вот. Вот, осындай нәрселерді айтқым келген сіздерге. Енді жалпы не бар да бізде? Мына жерде мынаны айтып кетейінші. Осы жаңағы эмоцияларға байланысты айтып кетейін. Эмоцияларға байланысты қазір тағы бір нені ашайық. Плакатты. Мына жерде міне көріп тұстар, отрицательная энергия и положительная энергия деп тұр. Екі адамның суреті тұр ғой. Қараңыздар, бір адамның суретінің төбе жағында қара қасқырдың суреті тұр, бір жағында ақ қасқырдың суреті тұр. Бұл дегеніміз не? Положительная энергия болған кезде адамда, жағымды эмоцияда болған кезде адам, ол ақ қасқыр деп айтуға болады. Ал енді жағымсыз эмоциядағы жүрген адам, ол қара қасқырмен тең деп айтуға болады. Айзада, сәлеметсіз бе, қалайсыз? Енді қараңыздар, жағымды эмоцияда это путь к Богу. Жағымды эмоцияда сен сезінетін болсаң, это путь к Богу. Сен Аллаға жақындайсың ол кезде. Айгүл ханым, қалайсыз? Айгүл апай. Ал енді жағымды эмоция мне путь к Богу, то есть Аллаға жақындау үшін сенде қандай эмоция болу керек? Махаббат, қуаныш, сабыр және таңғалу. Осы эмоциялар сені Аллаға жақындатады. Және сені Алла естиді осы кезде. Ал енді сені Алладан алыстататын эмоция, сәлеметсіз бе, Күлімхан ханым, ол путь от Бога дейді. То есть орысша путь от Бога. Алладан, наоборот, сені алыстататын эмоциялар қандай? Ол қайғы, ол депрессия, ол ашу ыза, ол қорқыныш. Осы төрт эмоция сені, наоборот, Алладан алыстатады. То есть сен қара қасқырда жүргенде, сен Алладан алыстайсың. Ал сен ақ қасқырда жүрсең, положительный энергиямен, онда сен керісінше Аллаға жақындайсың. Міне осындай бізде жағдай 9 түрлі эмоция бар. Және 9-шы эмоция, ол жаңағы айттым, батылдық, орысша айтқанда отвага. Отвага екі түрлі болады. Отвага положительный болады, когда воспринимается как самоотверженность дейді. Мына жерде қазақшасын айтайын қазір. Қазақшасын.
батылдық, жаңа айтып кеттім иә, жанкештік ретінде қабылданса, ол позитивті батылдыққа, позитивті эмоцияға жатады. Телгараев Дүйсенбек, сәлеметсіз бе? Енді батылдық жаңағыдай қай кезде жағымсыз болады? Егер батылдық өркөкіректік ретінде қабылданса, өзінің өркөкіректігін көрсететін болса, ол кезде бұл батылдық жағымсыз батылдық болып есептеледі. Міне осындай бізде плакат бар, плакатта осылай жақсы келтірген ғой. Жалпы бізде сана және түп сана деген бар, сана және түп сана. Біз жалпы барлығымыздың мақсатымыз санаға өту. Санаға өту барлығымыздың мақсатымыз. Ал адамдардың көбі не істейді? Түп санада жүреді. Түп санада бізде жалпы мына түп сана бізде 4 түрлі неден тұрады. Программа ума дейді, бұл түп сананы, программа ума 4 аспекттен тұрады. Интеллект. Бұсы біз интеллектке келуіміз керек қой, интеллекті дамытуымыз керек. Одан кейін жады, үшіншісі эго, немесе оны нәпсі деп те айтады. Төртіншісі рахаттану. Көбінесе біз осы барлық нәрсені осы эгомен шешеміз. Біздің эгомыз всегда что-то хочет. Всегда біздің эгомыз бір нәрсені қалайды. Ақшаны қалайды мысалға, барлығымыздың эгомыз ақшаны қалайды. Одан кейін бізде жады деген бар. Жады, то есть біздің жаңағыдай памятіміз, памятіміз біздің теломызда, то есть біздің денемізде орналасқан память. Дене барлық нәрсені, біздің бойымыздан өткен нәрсенің барлығын сақтайды өзіне. Қорқыныштарды, ашу-ызаны, кезінде болған реніштерді, обиданы, соның барлығына біздің теломыз сақтайды денеде. Денеде бәрі сақталып тұр. Міне осылай. Енді біздің мына мақсатымыз интеллект, зият ой өрісін дамыту. Интеллект, оны қалай дамытамыз біз? Оны дамыту үшін біз не істейміз? Осы ең бірінші жаңағыдай ходьбамен айналысқан кезде, осы энергияны көтерген кезде, энергияны жоғары, төменнен жоғары көтеріледі ғой біздің энергиямыз. Төменнен жоғары энергиямыз көтерілгенде біздің интеллектіміз, тонкий интеллект дейді, сол тонкий интеллектіміз жұмыс жасай бастайды. Біз мына депрессияда жүрген адамдар, қайғыда, түңілуде, ашу-ызада, қорқынышта жүрген адамдар, ылғи негативный эмоцияны сезініп жүрген адамдардың эмоциялары кете бастайды. Ақырын денеден шыға бастайды адам жүрген кезде. Сол үшін де жүру өте маңызды. Негативный эмоцияларды, денеміздегі сақталған эмоциялардың бәрін шығаруымыз керек. Оны қалай шығарамыз? Ол тер арқылы шығады. Тер арқылы жүрген кезде біз терлейміз. Сол тер арқылы біз шығаруымыз керек. Еще далада жүрген кезде, көшеде айналада қарайсыз, былай талдарға қарайсыз, ана жаққа қарайсыз, сізде таңдану басталады. Сізге сабырлық келеді. Біз негативті эмоциядан позитивті эмоцияға ауысуымыз керек. Сол кезде біздің интеллект, тонкий интеллектіміз қосылады. Мына жерде біз вообще қазір көп адамдар таңдануды ұмытып қалған. Сабырлықты ұмытып қалған. Бір нәрсе болса, сразу ашуланып шыға келеміз, қорқыныш өте көп. Сәлеметсіз Асылзат. Қорқыныш адамдарда өте көп қазір. Мысалға, қазір көп адамдарда кредит бар, мысалға, соны төлей алам ба деп қорқады, мысалға, деген сияқты. Ашу-ыза өте көп, қайғы өте көп, соны төлей алмайым, қарызым болса, соны төлей алмайым ба деген қайғы болады, түңілу болады, осы состояние, яғни депрессивный состояниядан шығудың ең күшті жолы ол ходьба, жүру керек. Жүрген кезде осы эмоциялардың барлығы ақырын кете бастайды. Ақырын кете бастайды, сіз уже қуана бастайсыз бір нәрселерге. Махаббат, жаңағы махаббатты ояту үшін таңертең сумен, лимонмен су ішу керек.
махаббат серотонин гормонын оятады. Осы лимон мен су. Одан кейін сабырға келе бастайсыз, таңдана бастайсыз. Жапырақтар мынандай екен, мына жерде мынандай жаңағыдай жер бар екен ғой, мен оны көрмеппін деп. Жалпы адамдар қазір автоматизированный робот болып кеткен ғой, көп нәрсені не замечают. Даже адамның 5 сезім мүшесі жұмыс жасамай қалған. Олар не ішіп отырғанын, тамақтың дәмін де сезбейді, иісті де сезбейді. Жаңағыдай көрмейді, естімейді, тактильності жоқ. Ол осы 5 сезім мүшесі. Осы 5 сезім мүшемізді біз іске қосамыз таңертең жүрген кезде. Сізде ақырын жүрген кезде осы 5 сезім мүшесі шашыла бастайды. Негативтік ойларыңыз, жаңағы қайғы, түңілу, ашу, ыза, қорқыныштарыңыз ақырын кете бастайды. Сіз уже ақырын сабырға келе бастайсыз, таңдана бастайсыз, қуана бастайсыз. Солай сіздің тонкий интеллектіңіз жұмыс жасай бастайды. Барлығымыздың міндетіміз тонкий интеллектке келу. Солай тонкий интеллектке келу арқылы біз ақырындап не істейміз? Түп санадан санаға ауысамыз. Мысалға, түп санада, яғни программа ума сізді басқаратын болса, сіз әрдайым сізде колебание сознания болады, то есть колебание эмоций. Әрдайым біресе қайғырасыз, біресе ашуланасыз, біресе сізде қорқыныш, осылай болып тұрады да, колебание болып тұрады. Ал когда сіз бұл эмоциялардан кетесіз, сізде тек жағымды эмоциялар болған кезде, сіз жаңағыдай нетесіз, түп санадан санаға ауысасыз. Ол жерде міне мына жерде эмоцияны көрсетіп қойған. Эмоция бұл қызыл ат қалдырып көрсетіп қойған. Қып-қызыл ат, бұл біздің эмоцияларымыз. Енді осы қызыл аттан мына жақтағы каретада отырған адам бар ғой, сол жаққа ауысуымыз керек қой, біздің міндетіміз. Осы жерде Гүл Жауһар, сәлеметсіздер ме? Осы жерде қараңыздар, сананың өзгеруі болады, кундалини рухтың көтерілуі болады. Ол жерде сіз уже орынды орынсыз деп айтатын боласыз. Уже парасат ой қосылады да, парасатқа келесіз бұл жерде. Барлық адамды осы программа ума басқарады. Осы умның айтуы бойынша жүреді көп адамдар. Умның айтуы бойынша көп нәрседен қорқады. Жалпы мына мен қазіргі таңда нейробиология дейді ғой, нейрофизика, нейробиология, жалпы адамның миының жұмысы қалай жасайды, соны да қатты зерттеймін. Сол жерде жаңағыдай адамдар өздерін шектейді. Миымыз шектеулі біздің. На самом деле шектеу жоқ та, бірақ миды өзіміз миымыз арқылы, сол умды, сол эгоны тыңдау арқылы біз өзімізді жаңағыдай шектеп тастағанбыз. Мысалға, аз ақша табуға шектеп тастаймыз, как будто біз көп ақша таба алмайтын сияқтымыз, как будто үлкен армандарға жете алмайтын сияқтымыз, как будто этот арман басқаларға арналған сияқты, только сізге емес. На самом деле барлығында бірдей мүмкіндік бар, просто әр адамның ойы ғана мешать етіп тұр бұл жерде. Бір нәрсеге жетуге тек қана ой ғана мешать етіп тұр. Сондықтан адам интеллект қосылған кезде, тонкий интеллект қосылғанда, интуиция да қосылады адамда, Ол кезде уже адам мидың айтқанын істемейді, жүректің айтқанын істейді. Жүректі тыңдау керек негізінде. Жүрек пен ум бірге келісімді түрде жаңағыдай жұмыстар жасайтын болса, сол кезде результат болады. Так. Енді мынаны айта кетейік. Жалпы барлық адамда 3 түрлі қорқыныш болады. Уақытты жоғалту қорқынышы, немесе жаңағыдай ажалдан қорқу қорқынышы болады, өлімнен қорқады кейбір. Екінші қорқыныш дүние байлықты жоғалту қорқынышы болады. Үшінші қорқыныш ол қарым-қатынасты жоғалту қорқынышы болады. Көбінесе осы 3 қорқыныш адамдарда болады. Осы 3 қорқыныштан арылған кезде адам, сол кезде адамда сананың азаттығы болады. Сананың азаттығы болады.
бір жетістікке жеткің келсе, например, да, сен уақыт жоғалтудан қорықпау керексің. Дүние байлықты жоғалтудан қорықпау керексің. Қарым қатынас жоғалтудан қорықпау керексің. Барлығынан сен азат адам болған кезде, сол кезде сен өзіңнің мақсатыңа, арманыңа жете аласың. Когда сенде осындай қорқыныштар бар бойыңда, кемел адам болу қиын, сверхчеловек, барлығынан азат адам болу қиын. Вот. Так, келесі бізде тағы қандай не бар? Тағы қандай... Мынаны айтып кетейік, мынаны. Енді мынау бізде новый плакат, профессиональная ориентация, мен осы туралы айтқым келген. Бұл профориентация деген қазіргі тілмен айтқанда профориентация деп айтады, бұрынғы бұның нумерология тілмен айтатын болсам, предназначение, жалпы адамның не үшін келді, қандай салада жұмыс жасау керек, қандай оның қабілеті бар, оның қабілетіне сай ол сол мамандықта істей алады ғой. Сондықтан ол просто так емес, профессиональная ориентация деген ол просто так емес. Оның табиғи данности бар. Адамда просто данность бар сондай. Табиғи болмысы бар. Соған оның жаңағы қабілеті жетеді. Осы салада жұмыс жасауға қабілеті жетеді. Сондықтан да әр адамның өзінің профессиональный ориентациясы бар. Мысалға, бірліктер ол стратег адамдар, екіліктер олар дипломаттар. Мышлениясы, например, бірліктің мышлениясы стратегический мышление. Дипломаттықы эмпатический, то есть сезімталдық бар, онда. Үштіктердікі аналитик, үштік деген аналитик адам ол. Оның мышлениясы аналитический, постоянно анализ жасап тұрады. Төрттіктікі креативный мышление. Төрттік ол новатор, постоянно жаңа нәрселерді жақсы көреді. Бестік ол бизнес, логический мышление. Бизнес, есепке жақсы, да. Алтылықтардікі корпоративная культура, творческое мышление. Ол творческий адам негізі. Жетіліктер технолог адамдар. Олардікі интуитивный жаңағыдай мышление. Сегіздіктердікі, ол сегіздіктер жалпы они контролеры, да, контроль. Олар практический, мышлениясы практический. Тоғыздықтардікі, енді социальная поддержка, тактический мышление. Тактика. Оларға мысалға сен бір задание бердің бе, ол соны орындайды сразу. Приказ даешь, они выполняют. Они вот тактиканы жақсы көреді. Вот. Енді мына жерде екінші столбецте мына жерде кім қандай салада жұмыс жасау керек екен жалпы. Институт. Қандай институт кому подходит? Осы жерде жазылған. Менің жақында болатын мини-курсымда мен осы предназначение деген мини-курс жасайын деп жатырмын. Сол предназначение курсында осыларды толығымен айтатын боламын. Кім қандай салаға бару керек, қандай институтқа түсу керек. Жалпы қазіргі таңда ондай бұрынғыдай нәрсе жоқ. Қазір барлығы дайын. Пожалуйста, кел, оқып біл. Барлығы доступно. Келесің, оқисың, аласың, білесің. Консультацияға келсең болады, мысалға да. Жаңағыдай бұрынғыдай не жоқ. Әкең прокурор ма, сен де прокурор боласың деген сөз емес. Әкең там врач болды ма, сен де врач боласың. Әкең там мұғалім болды ма, сен де мұғалім боласың. Ондай нәрсе жоқ. Әр адамның өзінің туған күнінде өзінің қабілеттері бар, өзінің данныйсы бар. Қазір көп адамдар қаншама дипломды алып жүр ғой, бостан-бос сандалып. Бостан-бос. Менікі де жатыр 2 диплом, қызыл диплом. Бостан-бос жатыр. Сондықтан да үйтіп бостан-бос ақшаны оған салып, қазір тем более оқу деген өте қиын. Оқу деген арзан емес. Оқу деген арзан емес. Сондықтан оған бет талбата ақша төлегенше сен алдын ала өзің қандай институтқа бару керек екенді біліп алған дұрыс қой. Ертең выгорать етіп жүргенше. Өйткені өзіңе ұнамайтын жұмысқа баратын болсаң, у тебя будет выгорание. Ертең ол бала да оқымайды. Мысалы, баланы қабілетін білу керек. Қай жерде оның әлсіз қабілеті, қай жерде оның мықты қабілеті, не қолынан келеді, оның мышлениясы қандай, ол
қандай сана-санына жатады, ол кім, ол дипломат па, ол стратег па, оны білу керексің ғой. Оның миссиясы қандай, ол қазір қандай жыл, онда қай жерде надо опасности знать, да, например. Соның бәрін білу керек қой. Сондықтан да всем рекомендую консультацияға келуге, немесе жақында болатын мини-курсқа, предназначениеға келсеңіздер болады. Мысалға 11 бітіретін балалар болса деген секілді, оны білу керек мамандығын, немесе өзіне ұнамайтын жалпы мамандықта істеген адамдардың барлығы жаңағыдай выгорание болады, жұмыстан жұмыс ауыстырады, бір жұмыста стабильно жұмыс жасай алмайды ондай кісілер. Просто айту выживать ету үшін, жай ғана для стабильности айту ай сайын ақша түседі ғой деп қана жүру ғана. Бірақ қазіргі заманда олай, білмеймін, 200-300 мыңға олай жүріп меніңше не стоит, да. Өйткені қазіргі заманда мамандықтар деген өте көп, ақша табатын ресурстар өте көп, жаңағыдай сфералар өте көп. Сондықтан лучше өзінің жақсы көретін, жақсы көріп істейтін, және өзінің қабілеті жететін сондай мамандықта істеу керек адам баласы. Өзінің профориентациясын табу керек. Профориентированный адам, ол всегда энергичный болады. Ол ешқашан выгорать етпейді. Ол өзінің жұмысын жақсы жасайды. Сондықтан да осы профориентацияны білу керек, достар. Сұрақтар болса жазсаңыздар болады. Сұрақтар болса жазыңыздар. Сұрақ болмаса мен эфирді аяқтайын. Ал енді профориентацияны білгім келеді деушілер болса, маған жазсаңыздар болады WhatsApp номерге. Осы ненің астына WhatsApp номерді қалдырып кетемін. Instagram парақшаға немесе дайректқа жазсаңыздар болады.